Сәлем достар, ақпараттық кеңістік әлеміне енуге дайынсыздар ма? Сіздерді жаңа технологиялар туралы танымдық және заманауи бағдарламаны тамашалауға шақырам. Ақпаратпен бөлісушімен Ернар Тайжан. Кеттік. Әлемдегі ең жылдам автокөлік анықталды. Bugatti Chiron гиперкөлігі сағатына 490 км жылдамдықты көрсетті. Осылайша Chiron шартты түрде сериялық автокөліктер тарихындағы ең жылдам автомобиль атағын иеленді. Бірақ жоғары жылдамдыққа қарамастан рекордтық көрсеткіш ретінде есепке алынған жоқ. Дегенмен француздар жақында жылдамдығы сағатына 500 км-ге дейін жететін автомобильдердің көлік жолдарында жүргізуге мүмкіндігі бар екенін дәлелдеді. Өндіруші бұл Chiron модификациясын сериялық деп атай отырып, әдеттегі модельден бір қатар айырмашылықтарын көрсетті. Біріншіден, 16 цилиндрлі және 4 турбо компрессор бар қозғалтқыш қуаты 1600 ат күшіне дейін өсті. Бұл автокөлік үшін арнайы шасси құрылды. Ол лазерлік датчиктердің есебінен жол жарығын ең аз мөлшері 5 см-ге дейін азайтты. Мишленде купеге ерекше шиналар дайындалды. Құрастырушылар көліктегі барлық артық заттарды алып, жеңілдете отырып, жолаушының отыруына ыңғайлы жағдай жасады. Осы себепті жылдамдық сағатына 490 км-ге дейін жеткенмен, Bugatti сериялық автомобилінің жылдамдық рекордын есепке алынған жоқ. Бірақ бұл көлік осындай жылдамдыққа дейінгі көрсеткішін ескерсек, рекордтық санаса маңызды емес. Бүгінде кез келген техника адамның басқаруынсыз жұмыс істей алады. Тек айналаңызға қараңыз. Сіз кір жуғыш машина автоматты, ақылды мультиварка мен компьютерді көресіз. Олардың ешқайсысы сіздің қатысуыңсыз бағдарламаларды орындай алады. Жақсы, ары қарай әңгімемізді ауқымды техникалармен жалғастырсақ. Атап айтқанда, ұшқышсыз ұшақтар туралы сөйлесейік. Кез келген ұшақтарды автономды және кері бағытқа айналдыру үшін Дзин Technologies компаниясы робопилот деп аталатын роботты әзірледі. Ол осы сөздің тура мағынасында ұшақты басқара алады. Ол үшін ұшақтан ұшқыш креслосын алып, оның орнына роботты орнатып, оның қолдарын және аяқтарын басқару нүктелерімен педальға қою қажет. Робот компьютерлік көру жүйесінің көмегімен басқару панелін көреді және ұшу операциясын орындайды. Берілген бағытты ұстанып, ұшқыш тарапынан ешқандай көмексіз жерге қонады. Роботтың барлық мүмкіндіктері туралы компания өкілдері хабарлады. 9 тамыз күні робопилот ақш азаматтық авиация федералдық басқармасының сынағынан сәтті өтті. Hyundai компаниясы жаңа экзоскелетті ұсынды. Рюкзак сызбасы бойынша құрылған экзоскелет арқаға кигізіледі және омыртқа, іш, шынтақ және басқа да бұлшық еттермен буындарды бекітеді. Компанияда экзоскелеттің ауыр салмақты көтеруге ғана емес, сонымен қатар монотонды жұмыстар кезінде ағзаға жүктемені азайтуға және буындарды қорғауға көмектесетіні айтылған. Бұл тіпті оның міндеттерінің негізі деп айтуға болады. Сонымен қатар әзірлеушілердің айтуынша құрылғының салмағы 2,5 кг-ды құрайды. Жыл соңына қарай ғажайып рюкзактар сатылымға шығарылуы тиіс. Бағасы әзірге белгісіз. Құрметті көрермен, бүгінгі жаңалықтарымыз әзірге осындай. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше дейін.